келетін ұрпағымыздың бойына адамгершілік, имандылық, үлкенге құрмет, кішіге ізет секілді асыл қасиеттерді сіңіру ең алдымен отбасының міндеті. Бүгінгі кештің қадірі де осында. Біз ұлт тәрбиесін ұлттап жүрген, қазақы болмысты жоғалтпай, салт дәстүрдің шамшырағына айналған ардақты анамыз, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының келіні, белгілі жазушы, қоғам қайраткері Зейнеп Ахметовамен жүздесіп отырмыз. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуаныс екен бар қазақ, мен қазақпын. Журналистер, тілшілер сұрау қояды. Апай, осы қандай атақтарымыз бар, қандай жетістіктеріміз бар дейді. Дүние жүзінде ешкімде жоқ атақ бар. Ол Момышұлының келіні деген атақ. Бала мықты болса, кейін қазір жерге жүр қағылап дейді. Менің балаларым мықты болды. Анамның мектептен өтсем, атамның университетінен өтті. Мына сөйлеп жүрген болсам, кітап жазып жүрген болсам, айтып жүрген болсам, ол қайталап айтам, менің мықтылығым емес. Барлығы сол өмірден өтіп кетсе де сол адамдардың сол қасиетімен айналған, сол адамдардың маған беріп кеткен өмірісін мен соны ғана жеткізіп жүрмін сіздерге. Аманаттан. Атақтың бәрі атаныкі. Алдымен қыздың тәрбиесін жөндемей, бұл ұлт болмайды. Батыс айтады, мен сені өркениетке, мәдениетке жеткіземін. Шығыс айтады, мен сені тағы мұсылман жасап пейішке апарамын. Екеуінің де бізді жетістірген шамалы. Біз қазақ болудан кәдімгі айырылып қалдық. Әсіресе қыз баланың тәрбиесі. Өйткені қызы тәрбиесіз, қызы тексіз елдің іргесіне мырс кетеді. Толысы төгіледі. Тұнығы шайқалады, сөйтеді, ұрпақ жейді, жүн жейді. Өйткені ана, ол ертеңгі ана, ал аналар өмір өзегі. Бар қазақ, мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын, мың қазақ, сүрінгенде, бөлінгенде бір қазақ, мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Шу бойы жайылған жақын құшақ, аяулы анасының алтын құрсақ, батырдың келінеген шу бойына өрен бойындағы қарқынды сап. Қадамымыз ұлты болсын апасыздың, көңілде ұмытылмас жарқын бір сәт. 99 аты бар алда жарылу, 99 жасаңыз жаңбыр құса ма Ана жақтағы Атырау, ана жақтағы Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда, солар өліп тіріліп жалынып тұрып шақырған, алақандарына салады. Осы сендер неге мен пайдаланбайсыңдар деймін ғой. Сол шу шақырып жатқан кезде айттым. Енді әдемілеп берілгіші газеттегі бәріне басталғандардың ішінде. Дұрыс айтасыз. Сүйеу болсын, тіреу болсын, мың қазақ, сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.